Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Нұрбала. Бүгін біз осындай бургер нан дайындайтын боламыз. Рецептісін астына қалдыратын боламын. Алдымен осы аталған заттардан қамыр илейтін боламыз. Жылы сүтімізге жылы суымызды, қантымызды, ашытқымызды салып, 20 минутқа бетін жауып қоямыз. 20 минуттан кейін 2 жұмыртқамызды, тұзымызды, ерітілген сары майымыздың жартысын және електен өткізілген ұнымызды қосып қамыр илейміз. Соңынан қалған сары майымызды қосып жақсылап қамыр илейтін боламыз және 50-60 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Қамырымыз ашып көтерілгеннен кейін осындай бөліктерге бөліп алып, бетін сүлгімен жауып қоятын боламыз. 15 минутта қамырымыз көтеріледі. Сонан соң табамызға салып, бетіне жақпамызды жағып, кунжутымызды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Біздің бургер нанымыз осымен дайын болды. Енді жылығанша бетін орамалмен жауып қоятын боламыз. Осындай жұмсақ болып шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Начинкасына өздеріңіз қалағанша етіп, арасына салып, ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Және тіркелуді ұмытпаңыздар.